Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сала таңдау каналы. Құрметті көрермендер, 1 миллион мен 70 миллионға қандай кәсіп бастайын десеңіздер, бүгінгі видео сіздерге арналған. Бүгін бізде Каракчай саласының 10-шы бөлімі десек болады. Осы сала Қазақстанға кіргенде түсіріп бастаған. Біз енді қазір Қазақстанда орнығып, өзінің атағын алып, өзінің орын алғаннан кейін ары қарай да түсірудеміз. Енді осы күнге дейін бізде кербез ханымдар Каракчайға кіруге фура керек деуші еді. Қазір уақытта Каракчайға кіруге фура емес, Каракчайға кіруге 1 миллион теңге ақша жетеді. Сондықтан сала іздеген адамдар бүгінгі видео сіздерге арналған. Бұл саланы бастауымның ең басты себебі Каракчайдың дәм болған. Енді біз масштабқа жұмыс жасағымыз келеді. Қазақстанның 98% әлі бос. 2 жылдан бері біздің жұмысымыз қалай жүріп жатыр? Жасап жатқан кісілер қалай жасап жатыр? Қайда сатып жатыр? Қанша прибыль? Соның бәрін ашық айтып кетейін. Сіздерге жобамен есебін жасап берсек. Бұның бәрін кассаға, дүкен алдында кіші маркет, үлкен маркет, супермаркет, базар, аптовик бәрін өткізсеңіз, бір коробканы толық сатса 35 мың теңге, 50 мыңның үстіне 35 мың қосып пайда табады. Біздің каналға түсіп жүрген салалардың 2 жылдан асты. Түсіп жүрген саланың бірі, сондықтан кәсіп іздеген, сала іздеген, әйтеуір дүкендерге барып бір кәсіпте бағаны сынап көремін деген адамдар болса, сіздерге дайын өнім, міне өнім толып тұр. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жақсы. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Вирустан аман есенсіздер ме? Ауырып тұрдық. Бүкіл ел ауырып деп ойлаймын. Қалай болып отыр салаларыңыз? Сала шүкір, жақсы. Мерзім басталды. Мерзім августтың аяғында басталды. Қазір нағыз сезонның кезі. Продажадан проблемамыз жоқ. Шүкір дейін, енді шүкір, сатылымнан ешқандай проблема жоқ, товарымыз бар. Енді біз Қазақстан бойынша осы Каракчайдың дилеріміз ғой. Қалай бастағанымызды біраз кісілер біледі, біраз кісілер білмейді. Ең алғашқы осы Каракчайды біз жаңа дилерствосын Турцияда алғаннан кейін біз анализ жасайық дедік нарыққа. Өздеріңіз шақырдық. Халыққа бәрін ашып көрсеттік. Мынандай упаковка болады, осында бір коробкада 24 упаковка болады деп. Өндіріске бардық. Өндіріске бардық, жаңа заводты бәрін көрсеттік. Халық соны ішпей, білмей, даже Каракчай деген не екенін білмей, бізге бір коробкамен бір 30 миллионның арасында ақша жіберді. Бізді танымай, Каракчайдың дәмін көрмей, сол біздің сөзімізге сеніп. Енді бұны предзаказ жасап алды и қолдарын алғаннан кейін, дәмін көрген кейін вообще дәм мықты екен деді. Потому что бұл саланы бастауымның ең басты себебі Каракчайдың дәм болған. Мың саланың ішінен неге таңдадым дейсіз ғой өзіңіз? Маған өзіме ұнады. Ана шайды ішкен кезде андай необычно, өмірімде бұндай дәм ішпегем. Қазақтарда да тура сондай. И бұл бізде сүт пен шай қанымызда бар ғой, біз қой сүт пен шайды қазақтар жақсы көреді. Ал бірақ мына жерде енді 5 түрлі шафранымен, кардамонымен болған кейін адам андай вообще басқаша дәм береді да. И өзіме қатты ұнады. Сол кезде бізде уже спрос бар екен түсіндік. Бір партия келді, оның видеолардың бәрін түсіріп отырдық. Дистрибут салдыңыздар? Бір партия келді, уже қарадық, алған адамдар, енді көрмей алған адамдар қалай сатады екен деп. Жақсы сатылып кетті. Біздің уже келесі заявкамыз келем дегенше адамдар қайтадан бізге ақша жіберді ғой. Видеоларды біз көрсетіп отырдық. И қайтадан фурамыз келді. Сразу дилерлерге тарқатып, біз қаншама фурамыз солай жібердік. Бәрі шок болып. Сөйтіп біздің нарыққа осы чайымыз сөйтіп кіріп кетті ғой. Қанша фура сатып жатсыздар? Қазір бізде шүкір бар, біраз фура. Айына 3 фурадан. Кемі 3 фура сатып жатырмыз. Бір фураның бағасы? 87 500. 87 миллион ба? 87 миллион 500. Жалпы көлемін көрсін деген бұл халық. Енді құрметті көрермендер, Каракчайдан білетіндер бар, білмейтіндер бар. Білмейтіндер болса төменге сілтемесін қалдырып кетейік. Осы сала Қазақстанға кербез ханым айтпақшы бастаған кезде бірге түсіріп бастағанбыз. Қазір уақытта орныққаннан кейін де әлі де түсіріп жатырмыз десек болады. Түсіру мақсатымызды айтайын бүгінгі. Бізден продажадан шүкір, проблема жоқ, бірақ біз тек қана сіздің каналыңызда ғана реклама беріп жатырмыз. 10 видео дейміз, 11-ші видео деп атсақ та, біз басқа жаққа вообще реклама берген жоқпыз, потому что біздің бүкіл запросымыз жауып отырды. Ешқандай проблема жоқ. Қанағат. Бірақ біз аз ғана дилерлермен жұмыс жасап жатырмыз. Сол алдындағы алған кісілер бар ғой, сол кісілермен, одан кейінгі видеоларда қосылған кісілермен жұмыс жасап жатырмыз. Олар біздің объемымыз жақсы орындап жатыр да. И олар да үстінен жақсы пайдасын көріп, сатып, жақсы магазиндерде жұмыс жасап жатыр. Проблема жоқ. Енді біздің қазіргі мақсатымыз уже товарымыз бар. Завод бізге уже серьезно қарап жатыр. Оборотымыз өзіміздікі пайда болды деген сияқты. Енді біз масштабқа жұмыс жасағымыз келеді. Масштабқа. Бұл Қазақстан
қазақстанның 98% әлі бос. Мысалға әркім өз қаласындағы любой супермаркет, магазиндерге барсын, бұл чайды таппайды. Ал біздің мақсатымыз жаңағы 3 в 1 чайлар бар ғой, Якобс деген сияқты. Кассаның алдында тұрады. Иә, кассаның алдында тұратын. Тура сондай дәрежеге жету үшін біз қазір біраз қалалар, біраз магазиндер бос. Себебі көп адам бізді білмейді, шын мәнінде дилерлер білмейді. Көріп, біліп, ойланып отырған кісілер сенімсіздік танытуы мүмкін, бұл бола ма, болмай ма деп. Енді бұл видеода жасап атқан кісілер қалай жасап жатыр, қайда сатып жатыр, қанша прибыль, соның бәрін ашық айтып кетейік. Есеп болады. Иә, есеп болады. 2 жылдан бері біздің жұмысымыз қалай жүріп жатыр. Соны айтып кетейік. Одан кейін де өткенде өздеріңіз енді құрметті көрермендер, бізде негізі бұған дейінгі бөлімде біз Стамбул қаласында чай көрмесіне бару керек едік негізі. Иә. Енді ол ең үлкен көрмелердің бірі осы чайға қатысты. Бүкіл әлемдік. Сондықтан сол чайға қатысты көрмеге барып, біз тағы да басқа чайлардың түрін көрсету керек еді, бірақ продукты питания болды ол жақта. біз бара алмай қалдық. Иә. Бірақ сол жерде өздеріңіз не түсіндіңіздер енді сол көрмеде? Сіздер де өнім іздедіңіздер ғой. Иә, біз Каракчайға қосымша тағы бір мықты бір өнім болса. Қанша күндік болды ол көрме? 5 күндік болды. Қанша өндіріс орны келді? 5000-ға жуық. Иә, ол жерде бәрі жазылып тұрады. Қанша күн жүрдіңіздер өздеріңіз? Біз 4 күн жүрдік. 5-ші күн жарты күн болады да. Біз уже түсіндік. Полный таңнан кешке дейін жүрдік. Каждыйын аралап. Бір бутик қалдырған жоқпыз ше. Бәрін қарады. Иә, ол жақта бәрінде бесплатно дәмін көресің, бәрін контактысын бәрін аласың. Сол мақсатымыз бір өнімді қосу болды. Даже жақсы продукциялар болса Қазақстанға жаңа дилерствосын дистрибьюциясын алып беру болды. Алып беру де мақсатымыз болды. Бірақ енді әр нәрседе қайыр бар ғой. Сол кезде сіздер ұшамай қалдыңдар, иә. И мен сразу сол кезде уже бір 2-ші күн ма болып жатқан примерно түсіндік. Каракчайдан артық бізге Қазақстанға алып келетін өнім жоқ дедік. Қысқа айтқан кезде басқа өнім көрсетудің қажет жоқ екен. Қажет жоқ дедік. Себебі чупа-чупста тұр, Қазақстанға өтетін продукциялардың бәрі тұр. Бірақ бізде Қытайдан келгеннен кейін оның бағасы сәл арзандау болады да. Бірақ ол жақта качествосы мықты. Оның бәрін түсіндіріп айтты. Бірақ енді бізде қазір біз магазиндермен уже жұмыс жасап, адамдармен жұмыс жасаған кейін бағасын қатты қарайды. Ал бұл Каракчай Қытайдан келмейді. Қытайдың өзі сол заводқа заказ береді. Одан кейін біздің Каракчайдың бір ерекшелігі, жақсы өнімді мен бір пихат еткен сияқты или мақтаған сияқты болмайын, таныстыру мақсатында айтайын. 5 өнім бар. Бүкіл әлем бойынша Каракчайдың 5 түрлі дәмі жоқ. Біз оның Арабстанның нелерін, осыны 1-2 Каракчайын көрдік. Арабстанның? Түріктер Арабстан дейді. Кешіріңіз, Арабия, иә. Түріктер Арабстан соған біраз үйреніп қалғам. Түріктер Арабстан дейді. Сонымен осының 5 түрі бар. Ал именно әлем бойынша Каракчайдың бағасы төмен, ең төмені осы. Сол жақта заводтың өзінің 1-2 заводты көрдік, бағасы 2 есе қымбат. Неге сіздердікі арзан? Міне, енді оны мен сұраған кезде заводтың бастығының баласы айтты. Біз жаңақ Турцияда свободный зона деген бар. Брокерлар өздері түсінеді свободный зонада. Какой-то бір НДС төлемейді. Нейтралды аймақ қой? Иә, нейтралды аймақ екен. Какой-то бір НДС төлемейді. Сол үшін ғана бүкіл араб мемлекеттері, Дубай болсын, Мекке болсын, Кувейт, бүкілі жаңағы осы Турциядан заказ береді. Просто Мадин Индия, біз өз көзімізбен көрдік қой, Мадин Индия, Мадин Дубай деп шығарып жібере береді. Жаңа заводтан. Өздерінің брендтермен. Қанша жыл болды ол заводқа? Ол завод 25 жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз деді, 47 мемлекетпен жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі уақытта? Иә, қазіргі уақытта. Қанша түрлі чай саласында ассортимент оларда? 300-ден көргенде 1000 түрі еді ғой. Қарғын олар. Сіздер соның ішінде біреуін ғана алып отырсыздар, Карактаны. Біз енді ол кісіге барған кезде, жаңағы атаға барған кезде түрік атамызға осы Каракчайды жасаңдар деді. Біздің дәмін де өзі таңдап берді. Бұның сәл біраз тағы видтары бар, кішкене ашытылауы, бірақ ең Қазақстанға өтімдісі осы. 5 түрі. Осы біз өзіміз алып келдік, тағы қосымша Бессахара деген түрлерін бәрін алып келдік, бірақ ең өтімді осы 5 түрі, осы 5 түрін алып келіп жатырмыз. Түсінікті болды. Енді сөзден есепке өтейік. Кішігірім енді кәсіп бастаймын деген адамдарға сіздерге жобамен есебін жасап берсек. Иә. Жалпы қалай пайда табады? Мынаны біреуін ашып көрсетсек. Бір упаковкада мынандай стиктан 25 штугы бар. Бұл енді мынандай нәрседе бар да. Бұны біздің жаңа 3 в 1 кофе, 3 в 1 чайлармен салыстырады. Бұның просто упаковкасы сол сияқты масштабқа кететін, сатылуға ыңғайлы болу үшін ғана сондай жасалған. Ал негізінде сапасына прям мән беріп айтқым келеді. Бұның ішінде кардамоны бар. 3 в 1 чайда кардамон жоқ. Бұның ішінде натуральный сүт бар.
Ал біздің ішіп жүрген химикат, любой Қазақстан 3 в 1 чайлардың бәрінің ішінде крем бар. Сүт емес, сүт вообще атымен жоқ. Бұның ішіндегі бүкіл өнімдері, мысалға, кардамонның өз килограмм 30 мың ба, сондай базарда көрсеңіздер болады. Шафраны бар, имбирі бар, мынандай корицасы бар, масаламен, бұл насыщенный өздерінің вкустарымен. И бұның қоспасы сәл қымбатырақ жүреді. Бұның ішіне қоспалар Қытайдан алынбайды. Ол Европадан алынады. Түсінікті. Я, европалық стандартқа сай өнім, бұндай өнімді біздің Қазақстанда ассам чай, анау краскі чайлар Европаға өткізілмейді. Ол стандарттарына сай емес. Аттарын атамай қойық. Иә. Сол үшін бұл шайдың сапасы өте жақсы, бағасы да өте жақсы. Бізде карак шайдың Қазақстан нарығында бар ғой сатылып жатқан 15 мың теңге килограммы. Прям инстаграмнан тексерсеңіздер болады. Біздің карак шай ең бағасы төмен. Бір несі қанша тұрады? Бір коробкада 24 упаковка бар. Бір коробка бізде енді оптовый бағамыз 55 мың теңге. Дилерлер мұнаны біздің өзіміздің установленный бағамыз 150 теңгеден сату керек. Өз бағасы 92 теңге. 150 теңгеден сатасыздар. Бір коробкадан 35 мың теңге табыс табасыздар. Пайда табуға болады. Пайда табуға болады. Яғни бір коробканың ішінде 24 упаковка бар. Әр упаковканың ішінде 25 стик карак шай бар. Иә. Бұның бәрін кассаға, дүкен алдында кіші маркет, үлкен маркет, супермаркет, базар, оптовик бәрін өткізсеңіз, бір коробканы толық сатса 35 мың теңге, 50 мыңның үстіне 35 мың қосып пайда табады. Иә. Келу бағасы 90 теңге, сату бағасы 150 теңге. 92 теңге өз бағасы, оптовый бағасы, сату бағасы 150 теңгеден дүкендерге. Иә. Түсінікті болды. Кімдерге сатуға болады? Жұмыс жасап жатқан кісілерге айтайық, бұл жерде оптовиктер өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Бізде кішкене ғана, кішігірім ғана жұмыс жасап жатқан кісілеріміз бар дедік қой. Сол кісілер оптовиктер, дилерский компаниялар. Енді неге 1 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 20 миллион деп айтып жатырық. Неге бастапқыдай фура емес? Себебі нарық, біз айттық қой басында, біз осылай жасайық деген сияқты. Бірақ нарық өз деген жасатқызады. Адамдар бәрібір нарықтың спросына қарай иілеміз. Спрос бар, проблема жоқ өнімнен. Бізден алып жатқан кісілер, мысалға, 100 коробка алады да, 5 миллион 500 мыңға 100 коробка алады, оны тарқатады да, 2 аптада уже келесі заказ беріп отырады. Қай жерлерге сатады? Бұны оптовкалар, базарға сатады, БЦ магазиндер, жаңа кафе, ресторан, сеть, қазір донерлар қосып жатыр. Одан кейін жаңағы университеттің столовыйлар бар ғой, өте жақсы алады. Және дүкендерге. Иә, кәдімгі супермаркет, мини-маркеттер. Кәдімгі дүкендерге. Бір мысалға қалада 10 мың дүкен бар. Үлкені бар, кішкентайы бар, жаңа кофейнесі бар, сеть, столовыйлары бар. Соның кем дегенде ең жақсы жерде жұмыс жасап жатқан 100 магазинге кіргізсе, 100 точкаға кіргізсе, енді сіз қараңыз, бізден қазір жұмыс жасап жатқан кісілердің есебімен айтайын. Мысалға 100 коробка, 100 коробка бір айда біздің мысалға танитын өзіміздің дилеріміз Ержан бір айда бір супермаркетте 20 коробка сатам деп айтты, 20 коробка. Көбейтеміз 20-ға. Тең 2000 коробка. 2000 коробканы сіздер 100 точкаңыз болса, бір қалада 100 точканы байласаңыз 2000 коробка сатасыз. Енді 35 мың теңге көбейтеміз 35 мыңға. Тең 70 миллион теңге пайда. Реальный нәрсе, просто өзіңіздің қалаңыздағы 100 ең мықты жасап тұрған магазиндерді соларды байлау. Сол. Енді бұл жерде оның ішіне оптовкада кіреді сол магазинде. Иә, базарда кіреді, бәрі кіреді. Енді бізде жоқ, мен ондай ақшам жоқ, мен аздан бастайын десе, 10 коробкадан да бастауға болады. Енді сіз айтқан жай Ержанды аз коробкадан бастады дейсіз ба? Иә, Ержанды аз коробкадан бастады. Ержандар қазір мен айтып кетейін, енді жолдасым сөйлесіп отырады ол кісілермен. Ол кісілер қазір 38 магазинге кіріпті. 38 магазин. Енді 38-ді, жұмыс жасап жатыр. 38 магазин среднем дей салайық. Негіз көп те сату мүмкін, аз да сату. 20 коробка сатады, 760-ды көбейтеміз міне. Осындай обороты бар, прибылі бар ол кісілерді. Оборот емес бұл, прибылі уже. Осылай жұмыс жасап жатыр. Бізден енді оптовиктер аптасына, олар стабильно аптасына алып отырады екен, 30-40 коробка алып отырады. Бір дүкен негізі аптасына, айына болмаса неше сатады? Орташа есеппен кіші бір дүкен. Кіші бір дүкен бір 5-6 коробка сататын шығар. Үлкен супермаркеттер 20 коробкадан 20 коробкадан сатады. Енді базар бойынша. Базарда оптовиктермен жұмыс істейсіздер ме?
оптовиктермен Оларға коробканы тастап кетесіздер, олар өздері сатып бере ма сонда? Ол жердегі жүйе қалай? Біз подреал бермейміз, өздері ақшасын жібереді. Бізде былай звондайды жаңа жолдасыма, сөйтеді да бізге Реке бізге осындай 40 коробка керек. Шафраннан осындай масаладан, оптовиктер. Любой дилер бізге осындай коробка керек дейді. Біз осы Алматы қаласындағы Сәлем деген базарларда нелер, фуралар жүреді. Любой қалаға сол жаңа 100 коробкасын, 200 коробкасын салып жібереміз. Ақшасын салып жібереді, жазып жібереді, салып жібереміз. Болды. Сөйтіп жұмысайды. Лишний әңгіме жоқ. Сіз нені салыңыз, сосын ақша саламын деген нәрсе жоқ. Кафе, ресторан деп жұмыс істеп жатқандарыңыз бар ма? Бар. Стакан 450 теңгеден сатып жатыр. Енді қараңыздар, біз барған алдында барған кафелеріміздің өзінде, мысалы 450 теңгеден стакан сатып жатыр. Өзінің бағасы 92 теңге. Бір коробкадан олар 200 мың теңге пайда көріп жатыр. Жоқ дегенде. Жоқ дегенде. Енді мына жерге бойынша кетейік, енді кімдерге арналған? Жалпы бұл салаға негізі кімдер кіргені дұрыс болар еді? Сіз мысалы мына видеоны кімдер көргені, кімдерге бөліскені дұрыс деп ойлайсыз? Оптовиктер ең бірінші. Одан кейін дилерлер бізге қазір қосымша рекламамыз жіберді да, өте жақсы жұмыс жасап жатқан кісілер хабарласып, 500-600 дүкенім бар дейді. Сондай кісілерге өте жақсы өнім, одан кейін ақшасы бар кісілерге, мысалы қандай товар бастағым келеді. Сала іздеген. Мен товарға сенімдімін. Біз уже 2 жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз. Аллаға шүкір, бізде проблема жоқ. Жаңа возврат, өтпей қалды, ана мынау деген лишний әңгіме жоқ. Енді бір мысал келтіре салайын. Неге басқа товарға ақшаны салмай, осы қарақшайға салу керек деген. Менің жолдасым, мен сіз алдында Астанаға осыдан 1-2 жыл бұрын бардыңыз ғой. Складта аяқ киімдерді көрдіңіз ғой. Солардың бәрі остаток товар болды. Бізде енді Астана қаласында центральный рынок, торговый домдарда өте көп точкаларымыз болды. Аяқ киім, джинсы, ремень, перчатки, очки бәрін сатқанбыз. Көбінесе аяқ киімдер саттық. Соның остаткысы бізде қазір Астана қаласында 50-60 миллион товары қалды. Енді сіз ойлаңыз, каждый товар, каждый киім сататын любой товарға сіз ақша салған кезде остаток қалады. Енді сіз соны маңдай теріңізбен тиын-тиыннан берген товарыңыз бір мусор болып қалады шетінде. По-любому қалады. Ал бұл қарақшайда бұл киім емес, размер іздейтін, срогы 2 жыл. Одан кейін бір упаковкада мусор болып қалмайды. Бұл шай ғой, тамақ болған кейін адам бәрібір оны алады, ішкісі келіп түбі сатасың. Түбі сатасың, бәрібір сатасың. Мысалға киім сатсаң, бізден аяқ киім сатқан кезде бір клиент алама бітті кетті, одан кейін қайтадан новый клиент іздеп отыру керек. Мысалға, мына шайды алған адам қайтадан келіп отырады, бір клиент байланады. Тура мысалға біз сіздің ғана каналыңызбен жұмыс жасап отырмыз ғой. Қазір қайта-қайта шыққанмен негізінде көріп отырған сол кішкене ғана адам. Соның өзі біздің қаншама объемымызды орындап, өздерінің үстіне пайдасын көріп жұмыс жасап жатыр ғой. Яғни мынаны ең бастысы дүкенге апарсаңыздар, дүкеннен оны сөйлде халық дәмін көрсе, халық сұрап келіп, іздеп келіп шетін чайға айналады дейсіз ғой енді. Әрине, ана айтады ғой, қасқырды аяқ асырайды дейді. Барып сол дүкендерге ұсыну керек, халық бұны ішкісі келеді. Тура өзіміз көрсету керек. Просто соны барып ұсынып көрсету керек та. Енді соны барып ұсынғаның үшін үстінен ақшасын, маржасын қоясыз, табысыңызды аласыз. Адамға бұл шай өтеді. Просто адам ішкісі келеді. Қысқасы, сіз айтпақшы, Қазақстанның әрбір дүкеніне кіргенде ішінде қарақшай тұру керек қой. Иә. Енді ол қарақшай тұру үшін әрбір адам қолдан келгенше кәсіп бастаймын деген, кәсіпте бағын сынап көремін деген адам 1 миллионға болсын, 500 мың болсын, 10 коробка болсын, 20 коробка болсын алып, дүкендерге ерінбей аралап, тастап, клиенттердің кері байланыс күтіп, яғни халық ішіп іздеп бастаса, яғни дүкеніңізді көбейтіп, кәсіпке сіздің де көзіңіз жете бастайды. Дұрыс айтасыз, одан кейін шынымен остаток қалмайды, мерзімге қарамайды, бұзылмайды. Мерзім жағын талғамы түспейді. Иә, талғамы түспейді. Бес вкусы бар. Мерзім мысалға январь, февраль мертвый сезон келе жатыр. Бітті қазір елдің бәрі ажиотаж болды, 1 ай. Сол товарный бизнес деп жаңа жылға қарсы, ол 2-ақ күндік продажа болады, сонымен бәрі остаток келесі жылға қалады. Ал бізде ана жылда көрдік, оның алдыңғы жылда көрдік. Біздің дилерлеріміз чай күтіп отырды. Оны Ержан да айтты сізге. Январь, февраль, қаңтар айлары. Иә, сезон. Себебі бұл шай. Бұл мебель өтпеу мүмкін, техника, киім бәрі отыру мүмкін, бірақ елдің бәрі күн суық аязда үйінде отырып шай ішеді. Мынандай шайды апарып ұсынсаң, любой адам ішеді. Енді бұның несі продажасы жазда түседі екен. Именно осы жылы оны біз байқадық. Жаз айларында. Иә, жаз айында түседі. Жаз айында ыстықтың бәрі түседі ғой жалпы. Көп дегенде түседі. Ал бірақ постоянно ішіп жүрген адамдар алып отырады екен.
прям жоқ болып кетпейді, бірақ алып отырады. Бірақ қазір нағыз сезоны басталды. Енді көбірек ақша салған адам көбірек пайда табады, көбірек охват жасайды, магазиндер, дүкендерді. Енді бір қаланы алам десе, ондай да мүмкіндік бар. Толық ақпаратты номерден білсе болады, дистрибуция бойынша. Енді қысқасы құрметті көрермендер, енді біздің Каракчай бойынша бір 10-ші бөлім шығар. Жаңада айтып отырмыз. Бүгінде Кербез ханым жақсы мысалдар көрсетті, жақсы есебін көрсетті. Өзінің бір данасынан қалатын, бір қорабынан қалатын, жалпы бір дүкеннен қалатын, бір супермаркеттен қалатын пайдасын. Одан басқа салалармен салыстырған кезде әрине қалдық қалмайтын да көрсетті. Кейбір кезде киім аласыз, киім трендтен шығып кетсе, талғамнан түсіп кетсе, өтпей қалады. Өзіміздің тәжірибемізде бар дүние ғой. Ол оған қарамайды. Сондықтан біздің каналға түсіп жүрген салалардың 2 жылдан асты. Түсіп жүрген саланың бірі, сондықтан кәсіп іздеген, сала іздеген, әйтеуір дүкендерге барып бір кәсіпте бағын сынап көрем деген адамдар болса, сіздерге дайын өнім, міне өнім толып тұр. Аузы мұрнына шығып. Қазір енді түсірілімге өзіміз орын жасадық. Мына жерде Кербез ханымдар 2 қойма ашқан, бір емес. Сондықтан дәмін көрем десеңіздер, қош келдіңіздер. Номер мына жерде. Осымен аяқтайық онда. Видео ұнаса жүрек басыңыздар, пікір жазыңыздар. Дүкен саласында, көтерме саудада, дистрибуцияда, дилерствода өздеріңіздің тәжірибелеріңіз болса, сондай таныстарыңыз болса, міндетті түрде осы кәсіппен, осы саламен, сол кісілермен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау каналы. Сау, саламатта болыңыздар.